Бақыттың кілтін көп іздейміз. Кімде, неде? Бақытты отбасының себебі неде деген сияқты сұрақтар өте көп туындайды. Бақыттың кілті екі себепте ғана бар. Қазір осы видеороликті айтатын боламын. Соңына дейін тыңдаңыз және де сақтап алыңыз, жоғалтып алмас үшін. Бірінші кезекте бақытты отбасының себебі ол бір-біріне деген құрмет. Яғни бір-бірін сыйлай алу, құрметтей алу. Махаббат ол өткінші. Бала-шаға бақытты қылады, тағы да басқа факторлар әрине бар, бірақ ең бастысы ол бір-бірін сыйлай алу. Және де екінші ол бір-біріңізбен сөйлесе алу. Яғни бір стөлге отырып, ұрыспай, дауыс көтермей сөйлесіп, бір-біріңізді жай ғана естіп қоймай, тыңдап қоймай түсінуге тырысу. Осы екі нәрсені жасайтын болсаңыз, қазіргі кезде ажырасу үстінде тұрған отбасылар өте көп. Сол себепті айтып жатырмын. Егер ажырасу үстінде тұрсаңыз, бір мәрте болса да өзіңіздің жұбыңызбен, жұбайыңызбен тағы да бір сөйлесіп көруге қадам жасаңыз. Айрандай үйіп отырған отбасын сақтап қалуға бір қадам ол сөйлесіп көру және де бір-біріңізге деген сый құрмет. Біз сіздерге 200-ге жуық тегін сабақ дайындап қойдық. Жан-жақты біліміңізді шыңдап, бізбен бірге өміріңізді өзгертіңіз. Профильдағы сілтемеге басыңыз немесе комментарийға плюсик қойыңыз.